Ассалаумалейкум достар, бүгін сіздермен осы коробканы жалғауды үйренетін боламыз. Ол үшін біздер бірінші автоматты өшіретін боламыз. Автоматты өзіміз өшірген жағдайда да приборымызбен немесе индикаторымызбен осылай тексеріп алғанымыз жөн. Көріп тұрғандарыңыздай өшті. Кей жерлерде мен өшіріп тексеріп жатқан кезінде сен электрик емессің бе, напряжениемен істей алмайсың ба деген сияқты болады. Бірақ біздер қауіпсіздік ережелеріне мойынсұнуымыз керек. Себебі ол қауіпсіздік ережелері қанмен жазылған деп жатады. Автоматымызды өшіргеннен кейін оның жоғары жағында міне сізге көрсететін болсам, мындай майда ғана тесігі болады. Соған скрипка ямса осындай сыммен дәл өстіп өткізіп қойсақ егер, басқа біреу кеп білместен қосып жіберуге болмайды. Немесе астынан ажыратып қойсаңыздар болады. Бұл қауіпсіздік үшін өзіміздің. Ал бастадық. Бұл неге екі коробка қойдыңыз деп жатсаңыздар, бір үйіміз, бір комнатамыздікі, бұл екінші бөлменікі. Ал мына жерден міне осы сызғанымыз үйдің қабырғасы, стенасы деп алайық. Мынау екінші үйіміздікі, екінші бөлмеміздікі. Түсінген боларсыздар. Мен енді бұл жерде ылғи ақ провода алдым. Тапқаным осы болды. Сіздер үйге монтаж жасаған кездеріңізде екі түсті провода алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Монтаж жасағанда шатаспауыңызға болады сонда ғана. Бұл жерде автоматымыздан келіп жатқан міне фаза 0. Бұл жерде фаза 0 бар. Осы екеуіміз фаза 0. Бұл жерде біздер фазаны анықтап алуымыз керек. Ол үшін біздерге мынадай приборымыз әлде индикатор керек. Индикатор болса табуымызға оңай болады. Біреуін қолымызға, мынадай жоғарысына екеуіне кезек көргенімізде мына жерде немесе вольт кернеу көрсетіп бастайды. Соңында ғана біздер фаза 0 қайсы екенін біліп алсақ болады. Ал индикатор болсаңыз отвертка индикаторлар болады. Сол болған жағдайда тигізу арқылы біздер анықтап алсақ болады. Ол не үшін керек біздерге анықтап алуымыз? Біздерге включатель лампочкаға қосқан кезде включатель арқылы тек фаза бару керек. Включательден 0 өтіп фаза прямой лампочкамызға барып тұрса, егер мындай светодиодты лампочкаларымыз жанып лыпылдап тұруы мүмкін. Ол қауіпсіздік ережесіне де тура келмейді, сондықтан тауып алғанымыз жөн деп ойлаймын. Ал бірінші біздер мына жақты ұмытып тұрамыз. Бірінші осы бөлмеміздің коробкасын бітіріп алғаннан кейін мына бөлмемізге көшетін боламыз. Ол үшін біздер автоматымыздан келе жатқан міне екі провод автоматымыздан тікелей келіп жатыр. Екісі міне розеткамыздікі тікелей екеуіне қосып қоямыз. Розеткамызге де фаза 0 керек, автоматымыздан да фаза 0 келе жатыр. Біздер бұл жерде фазамызды анықтап алдық. Мынауымыз осы ұстап тұрған проводан фаза болып есептеледі. Оны біздер белгілеп алуымыз үшін қазір мынадай маркер фломастерден пайдаланатын боламын. Ақ болғандықтан адасып кетпеуіміз үшін міне фазаны осылай белгілеп алдым. Мынау нөліміз ақ күйінде тұрыпты. Жоқ қойын. Ал включателімізге келетін болсақ, фазамыз включателімізге бару керек. Фазамызды включателімен қостық. Осы включательге барып жатыр. Қосқанымыздан кейін айналып қайтып кеп, мына осы проводамызбен лампочкамызға барып жатыр. Міне бұл лампочкамызбен включателімізді қосатын провода. Бұл жерге басқа ешнәрсе қатырылмайды. Ал екінші патронымыздан келіп жатқан екінші провода нөлімізге тікелей қатады. Бұл жерде түсінген болсаңыздар, 0 автоматтан тікелей кеп патронымызға өтіп жатыр. Ал фаза автоматымыздан келіп, провод арқылы включателімізге барып, айналып кеп кейін барып жатыр. Мына жерде ажыратқан кезімізде свет
өшіп, қосқанымызда фаза барып, қосылып жанып керек. Қысқа уақыттың ішінде бір коробкамызды бітіріп алдық. Ал енді қойған қауіпсіздік үшін қойған сымымызды алып, автоматымызды қосатын боламыз. Мінекей қосып көреміз. Демек, бір бөлмеміздің монтажы бітті десек те болады. Көрсететін болсам, автоматымыздан фаза нөліміз келіп жатыр. Бір проводамыз арқылы тікелей розеткемізден шыққан сым осы автоматымыздан келген сымға жалғанған. Ал включателімізге фазаны алып, фаза қайтып кеп патронымызға барып жатыр, лампочкамызге. Дәл осылай жалғанады. Мен алюмин проводадан пайдаландым. Үй монтажында да алюмин проводадан қолдану рұқсат етілген. Ал скруткаларымыз келетін болсақ, осы бір 2 см соның төңірегінде болған жөн. 2 см 5 см-ге дейін. Енді сіздің жалғап жатқан сымдарыңыздың көптігіне, кемдігіне байланысты. Ол өте ұзын 10 см болып кетпеуі де керек, өте қысқа болып қалмауы да керек. Ал проводамыздың коробканың ішінде тұратын бөлігі егер қиылып қалған жағдайда және бір рет осы жалғауға жетсе болды, өте ұзын қылып коробкамызды айналдырып ішіне тастауымыз мүмкін емес. Ол стандарттарға тура келмейтін болады. Автоматымызды өшіріп, екінші бөлмемізді монтаждауды бастаймыз. Өзімізге керекті мөлшерде провода алып аламыз. Мінекей. Мен қысқа ғана алып көрсетіп жатырмын сіздерге. Сіздің енді бөлмеңіздің арақашықтығы алыс болуы мүмкін. Соған қарап өзіңіз монтаж жасайтын боласыз. Тек мұқият болыңыз. Құлағымыз кедергі болмасын алып қойын. Ал және басталды. Бұл жерде қайтадан монтажымыз. Мына жерде 2 проводамыз келіп жатыр. Ол автоматымыздан келіп жатқан 2 фаза нөлімізге тікелей қатыратын боламыз. Сіздер өз үйлеріңізде жасап жатқан кезіңізде қатырып жатқан, скрутка қылып жатқан жерлерімізді мықты қылып қатыруларыңыз керек болады. Сонда біздің жасап жатқан монтажымыз қызбайтын болады. Тұрғандарыңыздай перемичка автоматымыздан екінші коробкамызға алып келіп алдық. Бұл жерде міне фаза нөліміз осы 0 фаза болып жатыр. Және белгілеп алайын фазаны шатаспауымыз үшін. Және де дәл бағана түсіндіргенімдей бұл жағы жалғасады. Включателіміз, розеткамыз. Розеткамызге сымы қысқарақ болып қалды. Енді оған көңіл бөлмеңіздер. Бұл жерде фазамыз, включателімізге фаза келеді. Фаза келіп қосылған жағдайда патронымызға, лампочкамызға кетеді. Включателден шыққан проводамыз. Ал мына нөліміз тікелей патронға барып тұрады. 0 әрдайым прямой барып тұрады. Ал розеткамыздың 2 проводасы тікелей фаза 0. Дәл осылай жалғанған жағдайда монтажымыз
дұрыс болып есептеледі. Мына бүкілшәтліге келер болсақ, мен бұл жерде терісінен қойған болуым мүмкін, жақын болу үшін. Ал үй жағдайында жасағанда автоматқа ұқсап, автомат жоғарыға қосылады. Бүкілшәтлі дәл солай жоғары қарай қосылады. Төменге қарай өшіру керек. Сонда дұрыс жер орналастырған боламыз. Осы жағдайларға да мән бере кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді автоматымызды қосып тексеріп көреміз. Мінекей автоматымызды қосамыз. Бірінші комнатамызды біздер тексеріп болған екен. Екінші бөлменікі. Екінші бөлмемізге де жарық келді. Тоқ көзіне қосылды. Мына екінші, бірінші бөлме, екінші бөлме. Дәл осылай сіздер үйлеріңізде монтаж жасасаңыздар болады. Ал 4-5 бөлме болатын болса, осы дәл бағана көрсеткенімдей екі перемешкі тастап, содан алып кете бересіздер. Дәл қанша жерге керек болса да. Бастысы осы скруткаларыңыз қатырған кезде мықты қылып қатыруды ұмытпаңыздар. Одан соң изолентамен жақсылап изоляция жасап қою керек. Достар, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман.